Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін өзіңіз көріп отырғандай укол салып білмеймін тақырыбы. Бүгін неге укол салып білмеймін? Себебі көп адамды естіп жатамын. Тіпті колледждің түлектері, тіпті университеттің түлектері де мен кейде укол салып білмеймін деген, немесе дәрігерлердің көбінесе медсестраларға укол салдырып жатқандығын көреміз. Жалпы медицинада жүрген студент үшін дәрігер жалпы укол салмайды деген пікір қалыптасқан. Но сіз дәрігер ретінде сіздің қасыңызда әрқашанда медсестраңыз жүрмейді. Ең бастысы, сіз үйде, сіз дәрігер болғаннан кейін сіз бірінші өзіңізге көмегіңіз істеу керек, екінші ол отбасыңызға көмегіңіз істеу керек. Егер де сіз отбасыңызға дер кезінде көмектесе алмасаңыз, онда сіздің дәрігер болғаныңыздың қаншалықты керегі бар деген сұрақ туындайды. Сондықтан да кез келген адам үшін мынандай сұрақ қояды: универге түстің, бірінші курсты бітірдің, тіпті сен бірінші курсты бітірген кезде сенен уже сұрақ бастайды: сен укол салып білесің ба, система қойып білесің ба, немесе тағысын тағы осындай сұрақтар көп екендігін білем. Себебі менің жанымда жүрген студенттер болсын, немесе өзіме де кезінде сондай сұрақтар қойылған деген сияқты. Мен колледжде жүрген кезде екінші курстан бастап өзім үйреніп бастадым. Жеңеше маған үйреткен болатын. Енді мен дәл қазір осындай YouTube канал ашып, немесе TikTok канал ашып отырғаннан кейін мен сіздерге барынша пайдам тисін деген мақсатта осылай онлайн форматта сіздерге укол салу тәсілдерін үйреткім келеді. Жай ғана сіздер мен арқылы укол салуды үйреніп қоймайсыздар, сонымен қатар барлық практикалық дағдыларды үйрене аласыздар. Сондықтан да менің YouTube каналыма тіркеліңіздер, достарыңызға жіберіп лайк басуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Достар, қараңыздар, кез келген нәрсе ол правиладан басталады. Құттай нәрсенің өзінде сіз бір нәрсені ошибка жіберетін болсаңыз, онда уже сіздің жаңағыдай дәрігерлік лауазымыңыздан айырылып қаласыз деген сияқты. Болашақта дәрігер болып жатсаңыз, ал үй жағдайында сіз практикансыз да сіз әлі дәрігер болып пациенттің алдына барған жоқсыз. Сіздің әліге дейін мүмкіндігіңіз бар, сіздің қателік жіберуге мүмкіндігіңіз бар. Себебі сіз әлі студентсіз, сіз дәрігер емессіз. Ал болашақта дәрігер болғаннан кейін уже қателік жіберу ол сізге үлкен жауапкершілік болып табылады. Сондықтан да достар, қазірден бастап бүгін сіздерге дайындық сабағы. Бірінші, үйіңізде не бар, не жоқ, соның барлығын қараймыз, реттейміз. И ертеңнен бастап мен сіздерге живой адамға уколды қалай салу керек екендігін живой адамға оның тамырын ұстап отырып көрсететін боламын. Себебі кез келген мен практикаларды көрдім, онлайн сабақтарды көрдім, олардың көбісі қалай дұрыс салу керек екендігін живой адамға көрсетпейді. Көбінесе біз білеміз, қуыршақтарға немесе сондай губка сынды әртүрлі жұмсақ ойыншықтарға салып көрсетеді. Ал одан адамның үйренуі әлде қайда қиын болады. Сіз бірінші үйрену үшін үйіңізде ер адамды попросить етесіз. Ол ініңіз болуы мүмкін, жасы үлкендеу, және ағаңыз немесе әкеңіз болуы мүмкін, немесе аналарыңыз, әпкелеріңіз болуы мүмкін, которые жас, арық, қатты емес, нормальный адам болса, ол адамның тамырын табу сізге оңай болады. Бірінші сіз оңай тамырға түсіп үйренесіздер, одан кейін барып, который тамыры жоқ, майда тамыр адамдар болады ғой, таба алмай жатады, адамдар қиналып жатады. Ол сондайларды жайлап үйренетін боламыз. Бірінші сіз сондай адамды тауып аласыз, үйіңізде кім бар, сол адамға салып жайлап үйренеміз. Ол үшін бізге не керек? Бізге екілік шприц керек. Екілік, егер де витамин кішкене болса, екілік шприц алсаңыздар болады. Немесе бестік шприц, ең оңайы ол бестік шприц. Үйіңізге ертең міндетті түрде бүгін барып аптекаға барыңызда, үйіңізге бестік шприц алып қойыңыздар. Ол сізге артықтық етпейді, достар. Одан соң 10-дық шприц, 20-лық шприц, просто сіздерге шприцтардың түрін көрсетіп жатырмын. Осындай шприцтар болатындығын, жалпы екілік, бестік, 10-дық, 20-лық деген шприцтардың түрі көп. Жалпы және деген шприц бар, жалпы шприцтардың түрі көп. Олар әртүрлі мақсатта қолданылатын болған соң шприцтер де сәйкесінше солай жасалынған. Енді бізге самый главный, сізге бестік деген шприц болса жарайды. Екінші, обязательно мақта керек. Үшінші, бізге спирт, андай дайын спиртовкалар болады, сондай алсаңызда болады. Немесе обычный мақтамен спирттің болғандығы тіпті жақсы. Одан соң обязательно жгут үйлеріңізде болмаса, негізі арзан тұрады, 300 теңге ма где-то, или жгут жоқ алмайым дейтін болсаңыздар, обычный орамалды байлап солай тамырды да шығаруға болады. Оңай адамдардың жалпы тамыры негізі ер адамдарда көбірек көрініп тұрады. Сол үшін мен сіздерге ер адамға салыңыздар деп жатырмын. Одан соң әртүрлі витаминдер.
оның жамбасқа салатын витаминдер болады, және неге тамырға салатын витаминдер болады. Біз бірінші тамырға салып үйренетін болғаннан кейін аскорбинка С витаминін алып қойсаңыздар болады. Оның ешқандай да зияны жоқ адамға салғаннан. Оның да үйге бір пачкасын алып қойыңыз, себебі сіз әлі білмейсіз укол салуды, и бір-екі рет салып көруіңіз керек деген сияқты. Сондықтан да бір пачкасы тоже 500 теңге тұруы керек, қателеспесем. Одан соң мынандай антибиотиктер, мына жерде цефтрий және цефтриаксион. Бірақ бұл антибиотиктер сізге пока керек емес, себебі антибиотикке адамның аллергиясы болуы мүмкін, тағысын тағы деген сияқты. Сондықтан да бұлар пока керек емес, просто сізге көрсетіп жатырмын. Бірақ бұны алудың қажеті жоқ, достар. Самый главный мен айтқан дүниелерді алыңыздар, солар самый главный үйіңізде болса, ертеңгі видеомда шығады, Алла қаласа, сол видеода сіздерге қалай салу керек, қандай нелері бар, тәсілдері бар салудың.